Сәлеметсіздер ме, балалар? Сіздермен бірге Айнаш Төлеутайымын. Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша. Ендеше бүгінгі сауатташу сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақта біз өткен тақырыпты жалғастырамыз. Өткен тақырыпты еске түсірейік. Дұрыс айтасыздар. Заттың сынын білдіретін сөздермен таныс болғанбыз. Ендеше бүгін осы тақырыппен оқулықтағы тапсырмаларды жалғастырамыз. Бірінші тапсырма жер саламыз. Бұл жерде мәтінді түсініп оқы тапсырмасы берілген. Барлығымыз дауыстап осы мәтінді оқиықшы. Илья Қызылорда қаласында дүниеге келген. Отбасында 3 ұлдың кенжесі. Спортзалға алғаш рет 6 жасында барған. Ал арнайы секцияда жаттығуды 8 жастан бастаған. Ол Қазақстанның зілтеміршісі, Қазақстанның тұңғыш олимпиада ойындарының 2 дүркін чемпионы. Илья әлемнің 4 дүркін чемпионы. Ал балалар, сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші сұрақ. Мәтін кім туралы? Дұрыс айтасыздар. Илья Ильин туралы. Екінші сұрақ. Илья Ильин саған неліктен ұнайды? Келесі сұрақ. Тағы қандай чемпиондарды білесіңдер? Қазақстандық зілтемірші қыздар туралы не білесіңдер? Я, балалар, біздің Қазақстандық зілтемірші қыздарда көп екен. Оның біреуі Светлана Николаевна Подопедова. 25 тамыз 1986 жылы Қазақстандық зілтемірші, ауыр атлет. Ресейден қоныс аударып келген спортшы. 2007 жылы Светлана Қазақстан азаматтығын қабылдады. 2 дүркін әлем чемпионы, 2 дүркін Еуропа чемпионы, Қазақстан чемпионы, Азия және Азия ойындары чемпионы атанған. Ал келесі біздің чемпионымыз Зүлфия Салахарқызы Чиншанло. Қытай деректері бойынша шын есімі Жао Чан Лин және қазақстандық ауыр атлет. 2009, 2011 және 2014 жылдары әлем чемпионы атанған. 2012 жылғы Лондондағы жазғы олимпиада ойындарының чемпионы болған. Ұлты дүнген. 2008 жылда ауыр атлетикада Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командасының мүшесі. Ауыр атлетикадан 53 килограмм дәрежесінде қос сайыстан 219 килограмм жиынтығын жинаған әлемнің ең жас чемпионы. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері. Келесі балалар, мәтіндегі жазылуы қиын сөздерді тауып, олардың жазылуын есте сақтайық. Ол секцияда, олимпиада және чемпионы деген осы қиын сөздер мәтінде кездеседі екен. Осыны жазылуын есте сақтап алыңдар. Келесі тапсырма балалар, бізде өлеңді көшіріп жазыңдар, заттың сынын білдіретін сөздің астын сызыңдар. Бақытты боп бар елдің тұрар биік орында. Чемпионы әлемнің болар күнәлі алда. Қаны балалар, заттың сынын білдіретін сөз қайсы деп ойлайсыздар? Өте жақсы. Ол бізде биік деген сөз. Сұрақ қойайықшы биік деген сөзге. Қандай биік? Өте жақсы. Қаны балалар, қазір біз сергіп алайық.
Қане қанат жазайық, қарлығаш болып ұшайық, ұшып алайық, қане қайта қонайық. Тамаша балалар, біз сезіп алдық. Әрі қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Келесі бізде жұмбақ балалар берілген. Жұмбақты шешейік. Шешуіндегі сөз туралы сөздіктен біліп аламыз. Ал арқан байлап беліне, шымырлықпен бекіне, өрмелейтін қай өрен, шықпақ шырқау шегіне. Не деп ойлайсыздар, балалар? Тамаша. Ол бізде кім, балалар? Альпинист. Өте жақсы. Альпинист туралы білесіздер ме, балалар? Альпинист ол биік шыңдарға, тауларға шығатын адамдар. Тамаша. Ал енді келесі, балалар, 5-ші тапсырманы мен үйге бергім келіп тұр. Бұл жерде қай спортшы мәреге алғашқы болып жетеді, соны анықтайсыңдар. Жасыл, қызыл түсті киіміндегі бала ол 1-ші номерінде тұр. Я, балалар, көріп тұрсыңдар. Ал жасыл түсті киіміндегі ол 2-ші номер. Ал көк түсті ол 3 санымен белгіленген екен. Қай бала 1-ші болып мәреге жетеді екенін анықтаңдар. Сосын маған келесі сабақта айтасыңдар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.